Өткен бөлімдегі құлып саналауының артында болған жәдігер май шайқағыш. Май шайқағыш сүттен немесе кілегейден майды қолмен шайқауға арналған ас үйдегі қажетті зат. Шайқау процесі металл тұтқасына әсер ету есебінен май шайқағыштың ішінде орналасқан ағаш қалақтардың айналуының арқасында жүреді. Кілегейді механикалық шайқау кезінде сүтті май бөлінеді. Май шайқағышта майда бөліктер бір-бірімен жабысып, ірі бөліктерді құрайды. Әрі қарай шайқаған сайын май тығыздалып, қалған сұйықтан бөлініп, май шайқағыштың қабырғасына тұнып қала береді. Оны ағаш қалақпен жинап алады, ал майсызданған сұйығы түбінде қалады. Ұсынылған жәдігердің тарихы ерекше. Бұл май шайқағыштың тарихы 30-шы жылдардан басталады. Бір кездері оны Қарағанды облысының Қаражар совхозында тұрған неміс қоныс аударушы бөлмелердің отбасы қолданған. Кейіннен көпбалалы қазақ отбасы Мұсабековтерге сыйлаған. Ал олар өз кезегінде Кеңшардың тұрғындарының барлығына қолданысқа беріп отырды. Осылай адамдар қиын қыстау уақытта өзара көмек пен қолдау арқылы аман қалған.